Сәлем достар, бүгін мен сіздерге WeChatқа қалай номермен және парольмен кіру керек екенін айтатын боламын. Міне войти дегенді басамын. Осы жерден өздеріңіздің мемлекеттеріңізді таңдайсыздар. Қазақстанды таңдаймын и телефон номер тіркелген телефон номерін жазамын. И принять и продолжить дегенді басамын. И осыны басқаннан кейін өздеріңіз парольдерін жазатын боласыздар. Мында өзімнің паролімді жазамын. Осы видео пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Осыны войти деген басамында WeChat security деп шығады осылай міндетті түрде. И осындай пазл шығады. Проведите, чтобы собрать пазл деп тұр. Осыны жүргізесіздер. И start to verify деген басасыздар. Via SMS verification бірінші SMS арқылы келеді дегенді басамын мен. И осы жерде осындай ситуация болып тұр менде. Осы кезде звондайды сіздерге телефоннан. Сол кезде аласыз да, сізге телефоннан сізге айтады, набирать етеді. 987 деген сияқты қып. Міне отмена деген бастым мен, қарап тұрғандарыңыздай. И қайтадан get код деймін, қайтадан жіберемін. Осы кезде маған звондайды. И звондағаннан кейін кодты енгіздім и готово деген басып салдым. И все. И войти деген басып кірдік. Ақпарат пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Төменде мен WeChat скан жасап бере аламын. QR арқылы. Мен WeChatқа кірдім. Тағы да бір сұрақтарыңыз болса, WeChat арқылы, WeChat туралы болса, комментарийге жазып, сіздерге не жаңағы қиын болып тұр, соған мен видео түсіріп түсіндіретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Осы жерден мен обратно кетемін де, вот команда WeChat деп ісіміз осылай келеді. Рахмет.